айтпаса ұрай береді ғой. Біздің Махамбетті қандай кідірсең болды, болып деп. Апамыз жарап тұрған дұрыс болса, сен осы достан кейін жүре берші, Меруерт. Қанға күшті жігіт алып берем. Нұржан, тамақ ішіп жатсың ба? О, жаным менің, кеш. Қара. Еліңем. Кешір. Ойбай! Мен айтсы келіп шыдай алмай отырмын науқас. Сен деп еді, мен. Даже сен кешке тойға дейтін не ма? Осы көйлек киіп барасың ба? Күшті болып тұр. Басқа өнербекке қарағанда күшті де. Вообще менсінбе оны. Вообще қарама. Кешке қояп қояп. Оу, жаным, апам қолда доп керек. Айналған сайын ұлып тұрып ұрақас керек. Мен ше апа! Ай, ойбай, шалқайтпа. Айқайсың. Ей, апасы қиып! Шалқайтқан сайын қиып! Аға, мәзді оқпады кәдімгі. Мен мұнда болған. Бүйтіп бар. Аға, кеп. Аға, сіздерден көрген жасағысы келеді, бірақ екем келмейді, сіздерді ұрлап алып жүр. Айнау! Бір жалған сайда екеумізге. Шет жақта ешкім іздеген жоқ, арғай ұшқалыққа соғып шығады екеуі күштілер. Бүйтіп су шашып жатыр, байқадыңыз ба? Сонда сіз дейді құлтай. Тақпағыңыз керек қой. Енді арқасына массаж жасайсыз. Мына жақта адамдар бар екен ғой. Мына жақта қарап қалып қойыз ғой. Мына сіз кәдімгі көршінің тойын ұтқан сияқтысыз. Ешкімге зиян жоқ. Мына жердегі апаға айтып қояды, кімнің қызы деп қояды. Ана жастар деп айтқысы келген, Мария апаны көріп қалды да, дәуленге береді, Шықау. Жастарға бер. Кімге бересіз? Дәуленге бергім келіп тұр негізі. Бірақ жастарға. Мария апа шешеді екен. Күшімді келеді. Қараңыз шыны, бүйтіп тұр ма? Қалуын қол жетіп шықты сияқты. Күлгені күшті аға.